Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға Тіл ғылымы каналының мұғалімге көмек айдарымен ұсынылған тазалық кері байланыс тәсілін студенттердің өз оқуларында қалай пайдаланғандығын ұсынғым келеді. Чемоданмен бүгінгі үйренген өздеріңізден бірге алып кететін нәрселеріңізді жазасыздар. Қоқыс шелегіне бүгін сабақта артық керек емес болған нәрсені жазамыз. Ет тартқышта әлі өңдеу керек. Сабақта айтылмай қалған тақырыпты жазамыз. Сен өмірзақ сен қайда жаздырасың? Алып кететін неге жаздырам? Чемоданға не жаздырып қойған? Бүгін ғана ертеңдердегі жақсы қасиеттердің барлығын өзіме алып келедім. Әңгімелердегі оқымдар дейді. Әңгімелердегі адам бойындағы жағымсыз қасиеттерді алып тастау қандай қасиеттер сабырсыздық, Бүгінгі сабақтан оқушылардың барлығының өзімен бірге жақсы қасиеттерді алып кетуді жазған. Мысалы, сабырлық, шыдамдылық, жомарт болу, еңбекқор болу. Ал қоқыс жәшігінде шығармадағы жағымсыз қасиеттерді, яғни берілген кейіпкерлердің бойындағы қасиеттерді, шыдамсыздық, сабырсыздықтарды лақтырып тастау керек деп жазған. Ал ет тартқышта бұл ешкім жазбаған. Оған мысалы Ыбырайдың әңгімелерін, басқа да әңгімелерін оқуға болады деген сияқты жаздыруға болады негізі. Өздеріңізге жарайды деп ойлаймын. Егер де осы айтылған мәселелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, каналға пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.